Так, сәлеметсіз бе апай, кеш жарық. Бүгінгі лабораториялық жұмыста бізде номерді тану саласына байланысты лабораториялық жұмыс. Жалпы бізде интеллектуалдық ақпараттық жүйелер болғандықтан бізде машиналық жұмыстар бар. Машиналар жайлы көптеген машиналарымыз біздің өміріміздің бір бөлігі болып табылады. Сол машиналар бірақ сонымен қатар өте қауіпті құрал, өте қауіпті жол транспорты болып табылады. Сол үшін де мемлекетіміз әр адамды егер бір бұзақылық жасаған болса, заңды бұзған болатын болса, оған тиісті жазалау тағайындайды. Сол үшін әрбір адамның жекелеген өзінің номер болады. Ол номерді жаңағыдай госномер деп айтады. Ол жерде 3 таңбалы сан және 3 цифрдан 3 әріптен тұратын, латын әріптерден тұратын және регионын білдіретін өзінің индивидуальный коды бар. Сол арқылы біз бірнеше деген адамдарды жекелеген номер береміз. И сол арқылы біздің мақсатымыз интеллектуалды жүйемен сол номерлерді тану, соған байланысты кішігірім сайт жасау, яғни жай ғана сайт емес, HTML, оны бэкэндпен байланыстыру керек болады. Сонымен қатар интеллектуалды жүйені те қосу керек болады. Ал бастамас бұрын бұл менің ноутбугім, мен Заңғар Бөкенов деп жазып тұр. Ал бастайтын болсақ, жалпы кодымыз осындай. Бізде бірнеше библиотекалар бар. Ол ең бірінші Flask. Flask библиотекасы Python'да бэкэнд программаларды құрастыруға арналған өте жақсы библиотека, өте қарапайым, бірақ сонымен қатар өте мықты библиотека. Бэкэнд дегеніміз біздің сайтымыздың данныйларды алып, ол данныйлармен әрекет жасауға арналған бөлігі болып табылады. Егер бэкэндіміз болмаса, біздің сайтымыз ешқандай функциялар, ешқандай қызмет атқармайтын болады. Одан кейін OpenCV-дің CV2, яғни распознавание character view, ол бізде белгілі суреттерді алуға арналған. NumPy библиотекасы бұл бізде екілік массивтармен жұмыс істей алған. EasyOCR бұл жаңағы сөздер салған суретімізді тануға арналған библиотека. OC операционный система, ол жаңағы суреттерді жүктеуге, көшіруге арналған библиотека. Pandas бұл жаңағы кестелермен жұмыс істеуге арналған өте мықты библиотека. И одан кейін ең алдымен бізде кодта app арқылы бізде Flask-тың новый классын, новый приложениясын ашамыз. И ол жерде static uploads, ол жерде ашық тұрған бізде не ашамыз? Репозиторий. Сол репозиториімізға суреттерді жүктейтін боламыз. Одан кейін бізде алғашқы функция ол reprocess image, ол өзіне image baz айнымалысын, яғни локальды айнымалысын қабылдайды. Ол айнымалына біз гаусс арқылы размывать етіп, ол жерде, яғни размері 5x5 пиксель, сол арқылы бізде сурет және сортсты қайтаратын болады, яғни gray деген айнымалымызды. Одан кейін recognize plate деген айнымалымыз, жаңағы бізде уже pre-process image-тан пайда болған суретті алып, сол жердегі EasyOCR-мызды қолданамыз. EasyOCR reader деген айнымалдың ішінде, ол жаңа reader айнымалдың ішінде суреттердегі жаңа алған немізді, суреттегі номерді тануға арналған библиотека. Ол соңында plates және processed path дегеніміз қай жерге сақтау керек, сол қайтарады. И кейін plates деген жаңа біздің суреттерді сақтайтын жер. Одан кейін save to Excel, мен жаңа да бір функция қостым. Бізде распознавать етілген суреттерді Excel файлға жүктейміз. Соның функциясы. И одан кейін жақта бізде уже Flask-пен жұмыс. Ол жаңа Flask-пен ең алдымен біріншіден біз новый приложение ашамыз бэкэндтан. Ол жаңа index.html-ді қайтару керек. Index.html-ді ол мұнда тұр. Index.html файл. Ол жерде біздің HTML файлымыздың беті, яғни сайтымыздың беті тұрады. Одан кейін upload методы, uploadты біз OS
библиотекасы арқылы операционный системамыздан, компьютерімізден суреттерді алуға мүмкіндік береді. Егер сурет табылған болса, жұмысына жарастыра бер. Егер сурет табылмаған болса, Сейчас 8 жарамайтын часов болса, 15 минут. онда оны қабылдамайды. Одан кейін clean history дейтін новый айнымы функция қостым. Жаңадан функция, ол бізде барлық историяларды өшіруге көмектеседі. Ал өшіріп запускать ететін болсақ, бізде осындай загрузка болады басында. Кейін бізде как бізде сервер жоқ, локальный хостта жұмыс істейміз. Локальный хосттың несіне кіреміз, адресіне. Ол бізді осындай сайтымызға алып келетін болады. Біздің сайт, көлік нөмірін тану жүйесі. Жаңа функция ретінде сыртқы бейнесімен де жұмыс істеп өзгерткен болатын. Көзге ыңғайлы үшін басты батырмаларды тиісті түстерге боядым. Ең бірінен выбрать файл. Бізде сурет таңдау керек. Мысалы, осындай номерді жүктейтін болсақ, файлды жүктеу, бізде осы номерді танитын болады. Одан кейін бізде менде екінші функция Excel файлын жүктеу. Бізде Excel файл жаңа көшірілді. Plates 3 деп сақталып тұр. Егер ашатын болсақ, біздің файлымыз номерімізді сақтайтын болады. Бұл функция өте пайдалы деп ойлаймын, себебі Excel файлдар жалпы анализ жасауда, графиктар шығаруда белгілі бір егер номер жиі шыға беретін болса, оларға штраф салу, оларға тиісті жаза қолдану ыңғайлы. Сол үшін оны жалпы барлық данныйлар, қазіргі заманда барлық данныйлар XLSX, яғни Excel форматында, кестелер форматында сақталады. Онымен SQL запростарда да жүргізу өте ыңғайлы болып саналады. Ал SQL тілі болса, ол запростарды өңдеуге арналған өте мықты тіл. Жалпы айтқанда Excel қосқан өте тиімді деп санаймын. И одан кейін HTTP story'ді бастайтын болсақ, бізде барлық суреттер өшіріліп, қайтадан сурет таңдай аламыз. Жалпы тағы қосып кететін болсақ, қорытындылайтын болсам, бұл жерде бізде екі нәрсе қолдануымыз керек. Основной ол жаңа Flask. Ол бізде бэкэндпен сайтымыздың құрғана тұрмай, кнопкаларын басқан кезде белгілі бір функцияларын арналған. Мәні жаңа біз жазған болатынбыз. Uproad. Бұл дегеніміз уже Flask фреймворкмен жұмыс істеп отырмыз. Ол үшін бізде Flask фреймворкын өзімізге алып, request, JSONify сынды іштегі модульдерін тоже импорт жасауымыз керек. Одан кейін суретті тану, суретті оқи алу, суретті компьютеріміздің распознавать етіп алуы. Одан кейін Easy OCR библиотекасы арқылы Easy OCR Optical Character Recognition. Character дегеніміз, яғни цифраларды, әріптерді таңдауға, recognition, распознавать, тану деген оптикал, яғни оптикалық қаріптерді тану библиотекасы деп те айтсақ болады. Одан кейін жаңа pandas, кестелермен жұмыс істеуге, онымен жаңа HTML файл жүктеуге, одан кейін жаңа бэкэндта Flask'та новый функция қосын, clear history. Ол жаңа барлық историяларды ачтетіп, суреттерді басынан жүктеуге мүмкіндік береді. Қысқаша айтқанда осы көлік жүйесі өте маңызды. Және де осыған интеллектуалды жүйелерді қосуымыз болашақ Қазақстанымызға өте мықты үлесін тигізеді. Себебі автоматтандырған жүйелер адамдарға қарағанда өте тиімді, өте жылдам, артық ресурстар талап етпейді, қадағалауды, қайта тексеруді талап етпейді. Басты қойылатын мақсат осындай мықты библиотекаларды қолданып, әрдайым сол библиотекаларды жаңа бір белестерді, жаңа бір қиындықтарды шешуге үйретіп отыруымыз қажет. Сол үшін де осы біз оқып отқан сабағымыз сол салаға кіруге жақсы бастама деп санаймын. Бізге назарыңызға рахмет. Сау болыңыз, күніңіз сәтті өтсін.